саламатсыздар ма балалар? Ана тілінің 86 сабағына қош келдіңіздер. Арнаға жазылып, сабақтың соңына дейін қатысыңыздар. Заттың сынын білдіретін сөздер. Мәтінді түсініп оқы. Біздің көшедегі машинелер. Біз білетін көлік түрі сан алуан. Солардың бірі жедел жәрдем. Онда дәрігер, мейірбике болады. Тағы бір машинені ешкім тоқтатпайды. Бірақ бұл көлікті бірден танисың. Өрт сөндіргіш машинелер от сияқты қызыл. Мұнда өрт сөндірушілер отырады. Бұл машинелер тез жүреді. Себебі оларға өртті тездетіп сөндіру керек. Біздің көшеде машинелер өте көп. Әр қайсының өз ісі бар. Мәтінде қандай көліктер туралы айтылған балалар? Жедел жәрдем және өрт сөндіргіш көліктері туралы айтылған. Міне бірінші суретте қараңдаршы, бұл қандай көлік? Дұрыс, өрт жоқ, жедел жәрдем көлігі, Ендеше дәл осылай етіп сурет салып, оны бояңдар. Ал өрт сөндіруші машиналар, бұларды ешкім тоқтата алмайды. Адам өміріне аса қажет тағы қандай көлік түрлерін білесіңдер? Көліктің барлығы адамның өміріне қажет. Балалармен жұмбақтың шешуін жазып қойдым. Ендеше жұмбақты көшіріп шешуін тап. Бүгін киген ақ тоны, ертең болар қара тон. Қара тоны аздан соң болып кетер ала тон дейді. Ендеше оның жауабы жер балалар. Міндетті түрде жазып алыңдар. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, бері қараймыз. Бүгін киген ақ тоны. Қандай тоны? Түсін білдіретін сөздер. Ақ, қара, ала. Бұның барлығы түсті білдіреді. Ал енді бұған сұрақ қойып көрейікші. Қандай деген сұрақ қоямыз, Жарайсыңдар. Берілген белгілері бойынша не екенін тауып жаз. Әдемі түрлі түсті. Сақ, қорқақ, тез жүгіреді. Тәтті, қызыл. Балалар, осыны міндетті түрде жазып, комментарийға жазуды ұмытпаңдар. Каналға тіркеліңдер. Жарай ма? Сау болыңдар. Келесі кездескенше. Бұл көліктерді, сонымен қатар балалар, бірінші мына көліктерді қарап алайық, Осы үй тапсырмасына беріледі. Мен сендерге үй тапсырмасын беруді ұмытып кетіппін. Ендеше мына жерде көліктердің түстерін, сурет